Атыраудан кезінде мен арнайы Египетке бір беріш ағамен, үлкен кісімен Египетке барғам. Арнайы. Ол кісі маған Сұлтан Захир Рукнаддин Бейбарстың беріш екенін дәлелдеп бер деді. Бүкіл бағым. Бір ай жүрдік па, білмеймін. Біраз жүрдік сол Египетте. Бүкіл кітаптарды, қандай кітап жазылған болса, соның бәрін почти алдық. Ибн Абдузахирден бастап, өзінің секретарынан Әл-Юнини, Әл-Мақризи, Әл-Айни Бадруддин, соның бәрін алып келдік. Ибн Тәңірберді біздің сол жақта жүрген аталарымыз ғой. Содан кейін Әл-Айнидің Иқдул Джумман фи тарихи әхли заман деген кітабынан тауып алдық. Жазат Захир Рукнаддин, Байбарс, Әл-Қифшақи, Барч оғлы. Сосын Әл-Айни жазып қойған. Бифатхил Бари деп қойған. Солай жазып қойған. Деген не үшін бұны айтып отырмын? Бұл тарихи сана, кейде адам бұны білмесе, мен кімдерге де жусандықтарға айтсам, көбісі хабары жоқ мысалы. Ол кісі қазіргі дәстүрлі болып есептелетін 4 мазхабты шегелеп кеткен тұлға. Әл-Асқар университетін Фатими деген шиялық ағымнан алып қойып, қазіргі ислам ғылым мұнарасына айналдырған сол кісі. Захир Рукнаддин Бейбарс. Осы маңайда өмір сүріп жүрген Берке хан бар, қайнатасы. Қайнатасы ислам қабылдайды, Берке хан. Осы сарайшықта жүрген кезінде, осы маңайларда жүрген атамыз ғой, Алтын Орданың ханы. Сол кісінің күйеу баласы болғаннан кейін, ол кісінің атымен Меккеде, Мәдинада, Каирда, Дамаскта құтпа оқытады. Осы жерден шыққан екі тұлға осы өңірден құтпа оқытады. Мен Нұрмұбарақта кейде арабтарға айтамын, сендердің осы жерге келулерің кезінде біздің бабамыз Әл-Асқарды сендерге шииттерден алып берді сендерге. Тазалап берді. 4 мазхабты шегеліп кетті ана жерге. 4 курси құрды. Ханафи, Шафи, Малики, Хамбали. Қазір сол арабтар бізге келіп жатқан Әл-Асқардан өздері де айтты ғой. Өздері де айтады. Борышын өтеп жатыр. Қарызымызды өтеу парыз деп сөйлеген біздің ректор. Көрдіңіз бе?